Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай бір ерекше торттың жасалу жолын көрсетсем деп отырмын. Бұл муравейник торты менің сүйікті торттарымның біріне жатады. Өте дәмді, ерекше керемет болып шығатын тортты сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Дайындап алған ұнымыздың үстіне қантты, разрыхитель мен ванильді және тұзды салып, осы құрғақ заттарды бірінші жақсылап араластырып аламын. Дайын болған ұнымыздың үстіне тоңазытқыштан шыққан сары майды салып, песочный ұнтақ жасаймыз. Сапасы жақсы сары майды қолданыңыздар, сол кезде сіздердің торттарыңыздың дәмі керемет болып шығады. Осылай қолмен үгітіп, осындай крошка жасаймыз. Енді осының ортасына дайындап алған қаймағымызды саламыз. Осының барлығын алдымен қасықпен жақсылап араластырып, содан соң қолмен елеп қамыр жасаймыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Ол осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Енді осы дайын болған қамырды салафан пакетімізге салып, осылай қолмен басып, төрт-бұрышты етіп жасап аламыз. Бұл біздің ары қарай кесуімізге оңай болады. Енді осы дайын болған қамырды тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа 1-2 сағатқа қатырып алсаңыздар болады. Менің қамырым дайын болды. Енді оны осындай жолақтарға кесіп аламын. Себебі біз бұны қазір ет тартқыштан өткізетін боламыз. Сол үшін осылай жолақтарға кесіп дайындап аламын. Болмаса қамырды қатты қатырып, үккіштен өткізсеңіздер де болады. Қамырды осылай ет тартқыштан өткіземін. Оның арасын бір-бірінен алшақ-алшақ орналастырыңыздар. Себебі бұл піскен кезде қамырларыңыз үлкейеді. Бір-біріне жабысып қалмас үшін араларын ашып-ашып орналастыру қажет. Осылай қамырдың барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Егер де сыймай қалса, 2 рет бөліп пісіріңіздер. Дайын болған қамырымызды 200 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне осындай қып-қызыл болып пісіп шығу керек. Енді біз кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін сары май, варенка және жаңғақтар керек болады. Алдымен осындай үлкен ыдыс дайындап алыңыздар, себебі біз ода тортты араластыратын боламыз. Бөлме температурасында тұрған сары майды миксердің көмегімен аппақ болғанша араластырып аламын. Сапасы жақсы сары майды қолданыңыздар. Енді осы майдың үстіне варенкамызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Сол кезде бізде карамельный крем шығады. Крем осылай болып шығады. Енді үстіне жаңғақтарды қосып араластырып аламын. Пісіп суытылған қамырымызды енді осылай қолымызбен үгітіп, майда крошкалар жасаймыз. Осылай дайындап алып, креміміздің үстіне енді жарты бөлігін салып, жақсылап араластырып аламын. Қалған бөлігін салып, осылай барлығын жақсылап араластырып аламын. Жақсылап араластырыңыздар, себебі крем барлық ұнтақтарға, осы крошкаларымызға
жағылуы керек. Мен осындай разъемный формада жинайтын боламын. Сіздер қалаған ыдыста жинасаңыздар болады. Алдымен осындай жарты бөлігін салып, оны жақсылап тегістеп аламын. Екінші бөлігін салып, үстінен жақсылап басып шығамын. Бетін тегістеп алғаннан кейін бұл тортты бөлмеде стол үстіне 1 сағат қалдырамыз, себебі бұл торттың кремі бойына сіңу керек. Содан кейін 2 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Міне менің тортым дайын болды. Енді оны формасынан босатып, ыдысқа салып аламын. Қалауыңызша әсемдеп қойсаңыз болады. Бұл жерде мен шоколадты ерітіп, осылай бетіне жағып шықтым. Біздің керемет муравейник тортымыз дайын болды. Осындай дәмі де, өзі де керемет болып шығатын тортты сіздер де жасап көріңіздер. Міндетті түрде тоңазытқышта 1-2 сағат ұстаңыздар, себебі сол кезде сіздердің торттарыңыз формасын өте жақсы ұстайтын болады. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.